көрінген сәтте Гүлвираның келуі бәрібір де күмән тудырады ғой адамға. Бір жағынан баласаған Гүлвира ойлады ау негізі. Оразғали күндердің бір күнінде Сандуғашқа келіп қалады негізі. Одан кейін менде неге оның көзіне күйік болмасқа. Немесе түбінде біз бәрібір қосыламыз ау, көз алдымда жүрсем деген ой. Және де қатысушылар естерінде болсын, үміткерлер бір бөлмеде отырады. Үміткерлер сол кезде мүмкін сөйлесіп қалуы мүмкін, сол кезде тілдесіп қалуы мүмкін деген сияқты бәрібір де ой келеді ғой баласаға. Енді бәлкім оныңыз да дұрыс, иә? Бірақ бір жағынан ойласақ, бәлкім Гүлвира сырттай көріп, Тимур мен аңсаған адам деген ой болған шығар, мүмкін. Мүмкін Гүлвира өзіңіз айтарсыз. Тимур жайлы бірден көзіңізге түсіп, тәуекелге бел буып келетін. Айналайын, Бекзатжан, сізге жауап беріп кетейін. Жауап бере қойшы, Гүлвира жан айналайын. Жалпы Оразғалимен менің қосылатын ойым болса, қайта татуласады. Мен оны сыртта да татуласып алатын едім. Мен оған күшім де, сенімім де жетеді. Одан кейін, жалпы Оразғали деген адамды, Оразғали деген есімді мен өмірімнен де, жүрегімнен де біржолата сызып тастағанмын. Сондықтан ол өзінің бақытын жобада болсын, жобаның сыртында болсын, қай жерде кездестіріп жатса да, мен оған шын жүрекпен, шын көңілмен бақыт тілеймін. Сондықтан мен айттым ғой, негізі ойымда болған, жай ғана Оразғали менің алдымды орап кетіп тұр ғой. Ал негізі білмейтін бе еді Оразғали? Нені? Байланыс жоқ қой. Жоқ, бізде байланыс жоқ мүлдем. Енді баласағам айтып кетейінші, мен Оразғали деген адам менің өмірімде жоқ деген сөзді Гүлвира 6 маусымда 3 рет па айтқан, 2 рет па негізі. Сондықтан бұл сөзіңе қосылу кішкене сену қиын болып тұр, өткен сендер айырылысқансыңдар, одан кейін қайтып қосылғансыңдар да просто. Қайтып қосылу вероятності көп та бәрібір. Сондықтан сенуім кішкене қиындау болып тұр. Қараңыз, қайтып қосылдық, иә? Біз қайтадан көзімізді жеткіздік та, біз бір-біріміздің адамымыз емес екенімізді. Болды, одан кейін қосылудың себебі жоқ мүлдем. Бекзатқа мен де... Ал Тимурға байланысты айтыңызшы, несімен енді бір тәуекелге бел буып келетіндей, несімен сізді баурап алды? Жаңа Бекзат айтып отырған тәуекел бір дүниелер болып қалуы мүмкін ғой. Шынымен де Оразғалиді көрдіңіз, осы жерден жаңағы келемін деген, мені күт деген хатын жазды. Енді көріп қалармын. Сол қайтадан бір көруге тұра ма, тұрмай ма, не үшін барамын деген сияқты ой болғанда енді. Енді айта кететін болсам, жалпы бұл жігіт жобаға келгеннен бері маған есімі құлағыма жиі айтылып жүр. Бізде Тимур деген жігіт бар, өте сондай сабырлы, ер мінезді деп. Бірақ мен ол адамға айтқан болатын, жоқ, мен бармаймын деп айтылған болатын. Сонымен ол күнде маған айтыла береді. Мен сосын Тимурды бақылап бастадым, қарадым. Сонымен ойланып келе қабылданған шешім болатын. Міне мәселе қайда жатыр? Баласа ханым, можно спросить? Саида. Сізге қандай қасиеттері, плюсы ұнап қалды осы жігітте? Может, сырт келбеті? Иә. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде менің естуім бойынша мен қатты жақсы танимын деп айта алмаймын, соны жақсырақ тану үшін келдім ғой. Менің естуімше ол жігіт қыз баласын сыйлай білетін, адамгершілігі мол, сондай істің ер азаматы, көп сөйлемейтін, сол жағынан таныдым мен. Оразғалимен салыстыруға келеді ма? Жоқ, мүлдем келмейді. Оразғали ортада жоқ айтылмаса екен деймін да, мен Оразғали, например, ортада болмағаннан кейін ол тақырып талқыланбаған қалай мен негізі. Ортада мен отырмын. Алдағы уақытта көреміз бізден қандай әрекеттер шығатынын, оны көріп отырсаңыздар, оны ортада көрсетемін деп ойлаймын. Мен жерде андай болып тұр ғой. Айта кетсем ма? Жалпы келсем, өзі жоқ адамды бұл жерде қайта-қайта айтуының керегі жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде қазір Тимур және мен туралы әңгіме болу керек сияқты. Бірақ енді Гүлвира дегенмен де сіз бұл жерде соңғы рет қарым-қатынаста Оразғалимен болғаннан кейін сұрақ болады ғой. Не болды екен, нақты одан кейін байланыс болған жоқ па екен? Оның үстіне кеше гүл келгеннен кейін жаңағыдай Бекзат ойлаған сияқты үміткерлер бөлмесінде көріп қалатын болар, енді бір-бірлерін деген сияқты ой болады ғой. Әрине сол себепті біліп жатыр ғой. Гүл келгеннен кейін сіз келдіңіз дегендей Жанболат. Баласа ханым, айта кетейінші, Оразғалидің жүрегіне кіре алмаған қыз Оразғали жүрегімнен алып тастап деп жерге ұрып жатыр да Оразғали. Оразғали менің ағам. Мына жерде Ақерке сенің айтқатын жөнің мүлдем болған жоқ. Сен жалпы ер азаматты қалай төмендету керек екенін білесің ғой, опытныйсың. И бұл жерде подругалар болып, одан қарай төмен түсірудің керек емес. Бұл жерде Оразғалиді ешкім төмен түсіріп тұрған жоқ. Сосын Оразғалидің жүрегіне сіз кіріп көрген жоқсыз ғой? Мен кіріп көргем, бірге тұрам, бір үйде тұрам. Ол Оразғалимен қарым-қатынаста мен болдым ғой. Сондықтан білмей жатып артық сөйлемей ақ қойыңыз. Баласа ханым,
Иә. айта кетейінші, Мәдина. негізінде Жанболат өйтіп айтып керек емес. Гүлвира, менің де подругам, онда тұрған ештеме жоқ. Және де бұл жерде айта кететін болсақ, жаңағыдай Оразғали деп жатыр ғой. Гүлвираны мен білетін бойынша, маған айтқан сөздері бойынша, айтқан әңгімесі бойынша, негізінде Оразғали деген сөздің о деген әрпінде естігісі келмейтін адам негізінде. Ол жалпы мына жақта өзінің келіп тұрған жаңағыдай қатысушы біздің Тимур Оразғали сияқты емес енді. Бұл қарап тұрсаң опрятный, таза киінеді, таза жүреді деген сияқты сол жағынан уже выборына ауысқан сол деп Нұрсұлтан келіп тұр. Жоқ, мына жақта қыздар түсінбеймін да мен сендерді. Өз жоқтың көз жоқ, ондай нәрсе айтудың қажеті жоқ. Таза емес. Сендер білмейсіңдер ол адамды. Балауса ханым, мен 4 жылдан бері танимын ол адам. Как адам ретінде да. Ол бала өте өмірдің сондай бір ащысы мен тұщысын көрген, сондай бір керемет жан, негізі ашық жарқын, адамға деген арам ойы жоқ деген сияқты. Жаңағыдай енді сөзбен емес іспен дәлелдейтін жігіт деген сияқты по-любому Оразға тиіп кетіп жатыр ғой Балауса ханым. Мына жақта да жаңа Ақерке оған қосылып түр әлпетіне тиіс. Ол Құдай берді сол тұрды, болды. Сендерге де деген сияқты ғой. Сізге жауап берсем бола ма? Ешкім Ол түр мәселе әлпетіне түрде тиіскен емес. Мәселе түрде емес. Мен ол жігітті жаман деп әлі айтқан жоқпын. Я, ол еңбекқор, өте ашық жігіт, жақсы жігіт. Біз сай емеспіз бір-бірімізге. Мен оны уже қаншасыншы рет қайталап Вот сіз көрдіңіз ба? Сіз одан кейін айттыңыз. Ал одан бұрын сіз Басынан бір айтып кеттім. жоқ, сіз басынан ең бірінші сіз сөзбен тиісіп кет. Сөзбен емес, іспен дәлелдейтін сондай бір жандай сөйтіп Ол айтып менің кеттіңіз да. талабым ғой, сондай. Жоқ, сіздің талабыңыз, сіз сол талап арқылы сіз сол адамға тиісіп Ол кеттіңіз. жағынан И сол нәрсені мына жақта Ақерке, Мадина сізбен бірге тұратын кісілер сол нәрсені алып кетіп жатыр. Балауса ханым, шынымен де андай өте майда әңгіме болып кетті. Түр, ақшасы жоқ, түрі андай, мындай деген нәрсе. Қыздар, жігіттер өте төмен әңгіме. Ол жігіттің өзі де жоқ, көзі де жоқ. Сондықтан Ақеркеге де қатысты, басқа жандарға қатысты. Ол жігітті енді бағандан бері талқылану керек мәселе болды, өйткені ара қатынасы болды. Бірақ уже білмеймін, бұл әңгіменің именно сол адамның уже болды деп ойлаймын. Ол түріне қатысты әңгіме айтып, ол өте Енді Балауса ханым чемпион шайын күшті қылып сырласуда ішіп келдік та. Сол мен көріп отырмын, Айдана жаңа қатысушы болып кепті, Айдана құтты болсын. Мен қуанамын, что осындай бір достойный бір қыз келді, пікір айта алатын, пікір айтса алатын қыз келді деп ойлаймын. И осы жерде Гүлвира ханым, қош келдіңіз. рахмет. Үміткерлердің арасынан бір көзге түскен бір үміткер болып отырсыз негізі. И еще бізге көзге түспейтін Тимурды таңдап келіп отыр екенсіз да. Мына жерде Тимур, Оразғали деп айтып жатыр да, мен ол кісіні тоже танымаймын бар ғой негізі. Бірақ кеше жылт етті да, жоқ болып кетті. Бірақ Гүлімен қайттан ортаға шығып отыр бүгін. И еще бірге қарым-қатынаста болған Гүлвира келіп отыр мына жерде. Енді бірдеңесі бар негізі бұл жерде. Енді уақыт келгенде ашылады деген ойдамын. И бұл жерде мен ойлаймын, Оразғали мен Тимурдың бір ұқсастығы бар сияқты. Жоқ, мен айта кетейін, ешкімге ұқсамаймын, мен Оразғалиді танымаймын да ол адамды. Білмеймін де даже, Мен ол әңгіме жауап берсе жабылсын бола деп ма ойлаймын мына сізге? жерде. Бірақ Оразғалидің бар ешқандай- ғой, бойы сізге келмейтін сияқты сәл. Ешқандай да ұқсастық көріп тұрған жоқпын Оразғали екеуімен. Содан соң, алдағы уақытта расымен де көресіздер, ол Гүлмен немесе Оразбен бір байланыс бар ма жоқ па. Сондықтан да мына жерде отырып палашудың қажеті жоқ. Уақытымен барып Аида. Балауса ханым, Аида. өткен әңгімені бітіріп, мен Қазір Аида сөйлеп алсын, Саида. Аида деген ғой. Саида мен ғой, Аида деген. Сәлем. Сол Балауса ханым, мен айта кетейінші, мына жерде Айжан не айтып кетті деймін да, чемпион шайын ішіп келдік, сосын пікір таласатын қыз Айдана да,